Осы уақытқа дейін сендер біраз нәрсе үйрендіңдер. Енді сол білгендерімізді нәтиже сабағы ретінде қаншалықты не біліп үйрендік. Қандай жуан дауыстылар үйрендік, қандай жіңішке дауыстылар үйрендік, қандай қос дыбыстылар үйрендік. Соның бәрін қазір алдарыңдағы стикерлерге жазып, тақтаға мидың ішіне орналастырасыңдар. Өйткені бұның бәрі сендердің миларыңда қалды. Келістік пе? Ал бастап жазамыз. Жуан дауыстылар, жіңішке дауыстылар және қос дыбыстылар және бірде дауысты, бірде дауыссыз болатын әріп. Ал жазып бастаймыз. Кеттік. Кәні жазыңдар. Барлығымыз жазамыз. Жазамыз, тез-тез жазамыз. Бір жарым минуттың ішінде зуылдап жазып тастаймыз. Кәні? Іштеріңнен буындап отырып жазсыңдар. Бірінші әріптерді жазып шығасыңдар. Жуан дауыстылар, жіңішке дауыстылар. Міне балалардың жасаған жұмыстары қорытынды нәтижесі. Мида қаншалықты балалардың сабақ білім қалды. Міне әр бала өздері жазып шықты. Жуан дауыстылар дедім. Міне А, О, Ә, Ö, жіңішкелер дұрыс жазылған. Міне барлық баланың білімі жинақталған білімдері міне өстіп жазылып шықты. Сонда сіз сол 2 минуттың ішінде бүкіл баланың сыныптағы қаншалықты сабақты меңгергені, жуан дауыстыларды ажырата ала ма, жіңішкелерді ажырата ала ма, қос дыбыстыларды ажырата ала ма, міне барлығы анығынан әр баланың өзінің жұмысы жазған, өстіп нәтижесін көріп отырасыздар. Осы жерден сіздер баланың деңгейін де анықтайсыздар. Баланың аттарымен тұр ғой, міне Әліби деген бала жіңішке дауыстыларды ғана жазған, жуандарды жазбаған. Әліби деп қойыппын. Осындай кейбір қате жіберген балаларды мен қосымша жұмыс жасап жібересіздер. Міне көпшілігі жақсы. Міне өстіп баланың қаншалықты меңгергенін, қаншалықты деңгейде отқанын анықтайсыздар.